5 курсты аяқтайтын медик студенттер бара алады ма деген сұраққа жауап беріп кетейін. Я, бара алады. Өйткені олар бітіретін курс емес, тек қана бір ғана талабы бар. Сіздер оқу орнынан справка алатын кезде, справка беретін жердегі апайлар, не болмасам, сол университетпен сөйлесулеріңізге тура келеді. Яғни, мен осы жерде, мысалы үшін МУАда, мен 1 курстан бастап оқып жатырмын. Менің оқу жылым келесі жыл аяқталады. Не болмаса, әлі мен бітірмеймін, интернатуранда МУАда оқимын. Сол үшін менің оқу жылымды бітіретін курс қылып емес, мысалы үшін сіз қазір барып сұрасаңыз, 20-да түскен болсаңыз, 25-те бітіретін қылып береді. Өйткені сіз 5 жылдық есептейді олар университет. Ал сіз айтасыз, мен 2025-те бітірмеймін, мен 2026-та бітіремін. Не болмасам, 2021-де түссеңіз, 27-де бітіретін қылып жаздыруға болады. 6 жыл есептеп. Сөйтіп жаздыра алсаңыз, 5 курстарды спокойно бара алады. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Мысалы үшін Шымкенттегілер, не болмасам, қай жердің студенттермен істедім. Тағы бірнеше университет Асфендияров болуы мүмкін. МУАның студенттерді солай бакалаврды ғана жазып береді оқу орнына справкасын. Соны айтсаңыздар, мен интернатуранда оқимын, маған тағы бітіретін курс емес, қылып беріңіз. Яғни интернатурам бар деп жазып беріңіз десеңіз, олар сізге жазып бере алады. Соны жазғаннан кейін сіз имматрикуляцион бешайнигун деген документке жазып көрсетсеңіз, бітіретін курс болып есептелінбейсіз. И ол сізге тікелей виза алуға шанс береді. Ешқандай қиыншылық болмайды, документтеріңіз тапсырасыздар, бітіретін курс емес екендіктеріңізді дәлелдейсіздер. Өйткені 2026-та баратын студенттер, мысалы үшін 5 курстар айтайын, 2027-де бітіреді интернатураны деп жаздырған. Сондай студенттер де болды. Сөйтіп жаздыра алсаңыз жеткілікті. Менің ойымша түсіндіре алдым деп ойлаймын. Тағы да қысқаша қорытындылап кетейін. Оқу орнына бакалаврды қазір 5 жылдық жазып береді. Яғни 2021 жылда түскен студент 2025-те бітіретін болып қалады. Не болмаса 26-та бітіретін болып қалады. Міне келесі жылға деп айтайын. Ал 2026-ға баратын студент 5 курстар бара алмай қалады. Ал 2021-де түскен студент интернатурам осы жерде бар деп бітіретін курсын 27 деп жаздырса болады. Вот, осылай айтайын. Мен ойымда көп ақпараттар тұр, қайсысынан қалай айтуды білмей тұрмын. Түсініңіздер деген ойдамын, иә.